Сәлеметсіздерме оқушылар? Бүгінгі Қазақстан тарих пәнінен өтетін тақырыбымыз біртұтас халық жасағының ұйымдастырылуы. Дәптеріңізді ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып алыңыздар. Зерттеу сұрағы: неліктен ордабасы ел бірлігінің нышаны болды? Сабақтың мақсаты: Қазақ хандығының ішкі саяси жағдайына сипаттама жасау, Қарақұм мен Ордабасы құрылтайының маңызын сипаттау. Өткен сабақтан сіздер не білесіздер? Жоңғар шапқыншылығы кезіндегі демографиялық және миграциялық өзгерістерді. Ең алдымен балалар білімнің сайтын пайдаланып, біртұтас халық жасағының ұйымдастыруына байланысты бейнематериал көретін боласыздар. Ордабасы құрылтайы жөнінде не білесің? Бұл оқиға қай кезде болды? Бұл құрылтайға кімдер қатысты және қандай шешім шығарды? Сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Ордабасы құрылтайы қай кезде болды? 18 ғасырда қазақтарға жоңғарлар тарапынан ғана емес, сонымен бірге батыс жақтан Еділ қалмақтарынан торғауыттар, солтүстіктегі Сібір казактарынан, сонымен қатар башқұрттардан, оңтүстіктегі орта-азиялық мемлекеттерден үнемі қауіп төніп тұрды. Тәуке хан қайтыс болғаннан кейін таққа Қайып хан отырды. Бірақ ол мемлекет бірлігін ұзақ сақтап тұра алмады. Оның билігін қолдамаған сұлтандар арасында таққа талас басталып, қазақтардың ішкі жағдайы әлсіреді. Жүздер арасында алауыздық өршіп, ауызбіршілік жоғалды. Осындай ауызбіршіліктің жоқтығын пайдаланған жоңғарлар қазақ жеріне шабуыл жасап, халықты ақтабан шұбырындыға ұшыратқан болатын. Бұл құрылтайға кімдер қатысты және қандай шешім шығарды? Ендігі жерде қазақтар үшін аман қалудың басты жолы өзара бірлікті нығайту мен жоңғарларға тойтарыс беру еді. Жауға қарсы басты қару бірлікте екенін түсінген қазақ жасақтары Ордабасы тауында бас қосты. 17 ғасырдың аяғы мен 18 ғасырдың басындағы қазақ хандығының жоңғар шапқыншылығына қарсы күресінің күрделі тарихи кезеңі Төле, Қазбек, Әйтеке билердің қызметімен тығыз байланысты. Осы кезеңдегі қазақ қоғамында олар үлкен рөл атқарды. Мұның куәсі 1726 жылы күздегі Бадам өзенінің жағасындағы Ордабасы тауындағы жалпы қазақ құрылтайы болды. Құрылтайға Әбілқайыр, Әбілмәмбет, Сәмеке, Күшік, Жолбарыс сияқты хан сұлтандар мен Төле би, Қаздауысты Қазбек би, Әйтеке би бастаған ұлыс және ру билері, қолбасшылар мен батырлар шақырылды. Құрылтайдың мақсаты барлық қазақ руын жоңғарларға қарсы біріктіру және мемлекеттілікті сақтау болды. Осы мақсатқа жету жолында шайқас жоспарын құру жөнінде ақылдасты. Ақылымен, айласымен, батылдығымен көзге түскен Әбілқайыр дара тұлға ретінде халық арасында танымалдық арта түсті. Оның бойындағы қолбасшылық және елшілік қасиеттер жоңғар шапқыншылығы кезінде анық байқалды. 1726 жылы Ордабасы тауында жиналған жиында Әбілқайырға жоңғарларға қарсы қазақ жасағын басқару тапсырылды. Оның соғыс әдіс тәсілдерін жетік меңгергеніне сенімді халық Әбілқайырды бір ауыздан қолдады. Әбілқайыр хан қолбасшылық еткен шайқастарда қазақтар үнемі жеңіске жетіп отырды. Қарақұм құрылтайы туралы не білесің? Ол қай кезде болған оқиға? Ол қандай мақсатта ұйымдастырылды? Қарақұмда қандай шешімдер қабылданды? Осы сұрақтарға жауап берейік. Қарақұм құрылтайы туралы не білесің? Ол қай кезде болған оқиға? Жоңғар шапқыншылығын Шоқан Уәлиханов былай деп сипаттады. 18 ғасырдың алғашқы 10 жылдығы қазақ халқының өміріндегі зобалаң уақыт болды. Жоңғарлар, Еділ қалмақтары, жайық қазақтары мен башқұрттар жан-жақтан қазақ ұлыстарын талқандап, малдарын тартып алып, тұтас отбасылармен тұтқынға кетіп отырды. Осындай қиын қыстау заманда халықтың аман қалуы үшін бірлік пен ынтымақ қажет еді. Соның көрінісі ретінде Қарақұм мен Ордабасы құрылтайларын атап өтуге болады.
қазақ жасақтарының шайқас таласында жеңіске жетуінде құрылтай шешімдерінің маңызы зор болды. Енді сол құрылтайларға жеке тоқталып өтейік. Қарағым құрылтайы қандай мақсатта ұйымдастырылды? 1710 жылы 300 өкілдерінің жоңғар басқыншылығына қарсы күрес мәселесін талқылау мақсатындағы құрылтайға Тәуке хан басшылық жасады. Құрылтай Арал теңізінің солтүстігіндегі Қарағым алқабында өтті. Тәуке хан қазақ жасақтары мен руларын басқаруды құрылымдық тұрғыдан қайта ұйымдастырудың жоспарын ұсынды. Қорғаныс қабілетін нығайту үшін сұлтандар билігін шектеп, 300-ді билер арқылы басқаруға ұмтылды. Жиынға қатысушылардың пікірлері ортақ болған жоқ. Олардың бір бөлігі жоңғарларға бодан болуды жөн көрсе, кейбіреулері артын күтуді ұсынды. Дегенмен, Бөгенбай батыр халықты жоңғарларға қарсы шабуыл жасауға көндірді. Бөгенбай батыр Қарағымда болған құрылтайда таланған көштің, тұтқындалған бала-шағаның бейшара бақылаушысы болып отырмаймыз. Жаудан кек аламыз, өлсек қару ұстап өлеміз. Қыпшақ сарбаздарының жалтарған кезі болды ма? Жаудың зұлымдығына шыдап отыра алмайм. Жауға мінер тұлпар құрып па, сұр жебе толы қорамсап қаңырап бос қалып па? Деп сөз сөйлеп, қазақтардың рухын көтерді. Қарағымда қандай шешімдер қабылданды? Тәуке хан басшылық еткен бұл жиында Төле, Қазбек, Әйтеке билердің ақыл кеңестері мақұлданды. Нәтижесінде құрылтайда бүкіл қазақтық жасақ құру туралы шешім қабылданды. Жоңғар басқыншыларына тойтарыс беруді ұйымдастырған Әбілқайырдың өзі бастаған қазақ жасақтары 1711 жылы жауды шығысқа қарай ығыстырды. 18 ғасырдың 20 жылдарының соңына таманғы кезеңде сыртқы қауіп ішкі өзара қырқыстарды ымыраластырып, бәрін қарсылық көрсетуге бағыттаған кездерде ғана қазақтар жоңғарларға тойтарыс бере алады деп суреттейді тарихшы, этнограф, жазушы Левшин. Левшиннің пікірінен қазақтардың бірлесе отырып жауға тойтарыс беруге мол мүмкіндігінің бар болғанын білеміз. Алайда қазақтардың арасындағы алауыздық пен таққа талас мәселелері жауға қарсы тұруға мүмкіндік бермеді. Сонымен балалар, біз бейне материалды көріп аяқтадық. Қысқаша конспектті оқыңыздар. Қысқаша конспектте балалар тірек сөздерге әсіресе мән береміз, және осы тірек сөздерді дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Құрылтай дегеніміз не? Жеті жарғы, қазақтар, қорамсақ. Қысқаша конспектті оқып аяқтасақ, тірек сөздерді жазып алсақ, балалар тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма 18 ғасырдың басындағы қазақ хандығының артықшылықтар мен кемшіліктерін анықта. Міне балалар, керек сөздер берілген. Соның қайсы артықшылықтарға, қайсы кемшіліктерге жатады, сан арқылы немесе жазу арқылы белгілесеңіздер болады. Бірінші тапсырманы орындап болсақ, балалар, екінші тапсырманы орындайық. Екінші тапсырма төмендегі мәліметтердің қай құрылтайда қарастырылғанына қарай плюс және минус таңбаларымен белгілейсіздер. Міне балалар, мәліметтер
Мысалы, біріккен қазақ жауынгерлері 1711 жылғы жауға тойтарыс берді. Қарақұм құрылтайында немесе Ордабасы құрылтайында қарастырды ма? Соған плюс қоясыздар, қайсысын қарастырды деп ойласаңыздар. Дәл солай қалғандарын да орындайсыздар. Сонымен балалар, тапсырманы орындап аяқтасақ, бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.